Assalomu alaykum qadr qimmatlik to'rdoshlar. Birisining tapiniga tikan kirsa, yana birisining jini og'riydigan, yo'laksizni yo'laydigan, birisining qayg'usini tang bo'lishib, o'z xushalligini tang bo'lishalaydigan qarindoshlarim. Tilsiz kelgan bu afatdan elimizning ma'lum joylaridan xabaringlar bo'lish kerak. Öy makonidan, mol dunyosidan ayrilib qilayotgan qarindoshlarimizga ruhiy va moddiy yordam ko'rsatish har bir insonning zo'r odamgarchiligi deb bilamiz. Shunglashqa biz millatimiz tarafdan tashabbus ko'tarib, qo'l uchimizni sunishni to'g'ri ko'rdik. Xalqimizda tamom ko'l bo'lur degandek, chamimizning yetishicha o'lchimizni qo'shsak, shu bu ulug' oylarda nihoyatda zo'r savob bo'lmasmidi? Shu maqsadda maxsus shot ichilganligini sizlarga e'lon qilamiz. Ota-bobolarimiz o'ng qo'ling berganni so'ng qo'ling ko'rmasin deydi. Gap kimning qanchalik pul berganligida emas, gap samimiylikda. Biz bir elning insonlari, xuddi bir uyning bolalaridek bir-birimizga g'amxo'rlik ko'rsatishimiz afzal. Xayri ihsonlikni Alloh ravo ko'radi deb tushunamiz. Aylarning sultoni Ramzan oyi muborak bo'lsin. Isil arzu armonlaringlar ro'yobga chiqsin. Biz birgamiz yordam qilaylik. Ал біз міне бағдарламамызды жалғастырамыз және көрерменіміз хабарласқан екен, ол қоңырауды қабылдағанша біздің студиямызға қонақтарымыз да келіп жетті. Өзімізге таныс, жақсы көретін ағамыз Нұрлан Еспанов және Шатлық Құдайқұлов деген мырза келіпті. Қош келдіңіз. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Енді аға сізді білеміз. Жаныңыздағы мырзаны таныстырып өтсеңіз. Енді мен өткенде айтып едім ғой негізі. Ағаларым жіберді өткендегі затты. Нұреке, біз жарнама жасамай қойыш Нұреке деп енді оның барлығын жасап жатырмыз. Соң осы өткенде осы Шатлық Құдайқұлов маған хабарласып жатыр. Бұл жігітті таныстырып өтейін. Бұл кісі Айгүл Иманбаеваның менің өнердегі өмірдегі досым, ерліктегінің символына айналған Айгүл Иманбаева ханымның шәкірті. Бұл кісіге сабақ берген, бұл ұйғыр азаматы өзі. Мынау осы жақында маған телефон шалып звондайды, Нұреке, сіз барып жүрсіз осы бір болайыққа. Бізде кішкене қаражат жинап едік Мақтаралға. Біз соны не істесек болады дейді. Мен айттым, жүр, бағдарламаға апарайын. Сол туралы кішкене айтып өт. О жақтағылар кішкене әйтеуір қиналып жатыр. Биыл енді оңтүстікке енді қатты сынақ келіп жатыр ғой енді. Осы кеше ғана Ленгір қаласын көріп жатсыздар енді. Сол жерде менің мынау қалай айтсақ болады, менің екінші әкеме айналып кеткен Талбаке деген ағам бар еді. Тура соның үйінің жанынан ағып жатыр екен. Ойбай хабарласып жатырмын. Анау мынау ойбай үйдегілер аман ба? Былай қарай шығып кеттіңіздер ме? Қаштыңыздар ма деп. Енді мінекей көрдіңіздер, енді Ленгір басталып жатыр. Сол енді Мақтаралға деп кішкене жинаған қаражаты бар екен. Сол Шатлық өзінің жаңелдегі айтып өтсе, қалай жинаған, не істеген, сол сөйтіп мен алып келдім. Кішкене де сауабыңыз тисінші. Мен уайымдаймын ғой, негізі, уайымдаймын. Өткенде айтқаннан кейін ана өзім айтып кеттім ғой. Мен сондай жұмыс болса, бір кішкене қайырымдылық болса өзім жаным қалмайды. Сол мен келіп, сол өздеріңмен хабарласып айтып тұрайыншы деп. Өткенде сол Мақтаралға жіберген көмектеріңіз жайында бізге видео жіберген екенсіз. Көп рахмет сізге. Соңғы ауылына дейін жетті. Басағасында жүрсіз ғой өзіңіз қайырымдылықтың. Сізбен де танысып өтсек, ағамыз айтып жатыр, белгілі бір қаражат жинаған екенсіздер. Қалай жиналды ол? Кімге жұмсалды? Қалай көмек көрсеттіңіздер? Ассалаумағалейкум, біріншіден баршаңызға және де ораза ұстап жатқан оразадағы бауыр мұсылмандарға оразаларыңыз қабыл болсын деймін. Екіншіден осы Түркістан облысында болып жатқан осы тілсіз апаттан зардап шегіп жатқан барша ағайындарға сабырлық тілеймін. Мен Құдайқұлов Шатлық, мен өнер азаматымын негізі. Мен өзімде 12-ші жылдан бастап осы қайырымдылық, көмек көрсету, біреулер бар енді той жасайды, ақшасы жоқ. Соларға мүмкіндіктің барында тойын жүргізіп беріп, болмаса той әншілерін апарып беріп, әйтеуір сөйтіп жүріп, одан кейін мынандай ДЦП жігіттері бар, балалар бар, олардың өнерлер деген енді сұмдық, олардың өзінің қолы жоқ, біреуінің құлағы жоқ болғанмен өнер жаққа келгенде енді олар бізден өтіп кетеді десек кем айтпаймын. Сол кісілермен бірге жүріп, солардың нелерін өткізіп жүріп, одан кейін сол балалар құлағы жоқ, қолы жоқ балалар намаз өтеп жатқан кезде мен өзім екі қолым, екі аяғым бар топ нағып өтемеймін деп, мен де намазға құлап, одан кейін сол қайырымдылықтың артынан жүгіргем. Енді өзімдің қолымда ақша болмаса да, ақша таппасам да, бірақ біреуінен алып беруге мен дайынмын. Біреуінен сұрауға. Мен бұл Шатлықты айтып өтейін, бұл енді көп мүмкіндігі шектеулі балаларға көмектеседі, соның қайырымдылық концерттеріне біз шақырып тұратын. Біразына бардық біз, мен өз көзіммен көрдім.
бұл кісілерден жәнедегі мүмкіндігі шектеулі балдардың барлығын отырғызып қояды екен. Отырғызып қояды да сөйтіп халықты жинайды. Біз барып ол жерге өлең айтамыз, көңілін көтереміз. Ана балдарға бір қуаныш. Жәнедегі ДЦП ауруына шалдыққан балалармен суретке түсеміз. Әйтеуір соның бәрін өткізіп жүреді өзі. Енді соны сөйтіп өткізіп жүрдік. Енді біздің үстімізде үлкен ағаларымыз бар. Республиканский этнокультурный центр, ол кісілер енді ең үлкен басшыларымыз солар. Одан кейін городской культурный центр бар. Одан кейін қарапайым мынандай пенсияда болса да, пенсиясы аз болса да, оған қарамай көп көмектесіп жатқан ағаларымыз бар. Одан кейін бизнесмен ағаларымыз бар. Әйтеуір солардан сұрап барамыз, қанша сұраймыз, оны аямай беріп отырады. Спорт школдардан, балалардан сұраймыз. Мысалға, көптеген ағаларымыз бар, бизнесмен. Әйтеуір бізді ел танығаннан кейін ба, сол бетімізді қайтармайды, қанша сұраймыз барады. Әрине, керемет. Соған мынау культурный центрдан 12 миллионмен бір фура жіберген екен, этнокультурный центр. Артынан городской уйгурский алматылық культурный центр, олар 20 тонна 5 фура жіберді кеше. Еңбекші аудан бауырларымыз, олар бір газельмен біраз ақша жіберді. Бүгін Уйғыр ауданы Чунжадан және де Жаркент қаласынан бір фурадан тағы жүргел жатыр. Енді біз менің жинаған, енді бұл қарап отырмайық, енді жастарды кішкене оятайық. Ана болып атқан судық бәріміз көріп отырып, тыныш жатып, құр ауыз ашқанмен, ораза ұстағанмен пайдасы жоқ қой енді деп балаларға бір жазғаным сол еді. Олар да үлгере алмай жатыр, тастаған тастап, тастамаған тастамай. Тағы бір 2 күнде жиналады ақша деп не қылам, енді үміттенемін, өйткені бұл бағдарламаға баратынды ешкім білген жоқ. Бүгін бағдарламадан кейін тағы балалар көмектеседі деп ойлаймын. Просто 500 мың теңгені лақтырған ол студенттер, қария, осы пенсиядағы адамдар, культурный центр қинамайтын адамдар да беріңіздер деп сұрамайды. Белгілі бір шоттарыңыз бар ма? Сол шотқа аударама қайда алып келеді? Мысалы, қаражатты, көмекті. Сол шотты аударып үлгермей, менің шоттым аударатын болдық та, сонымен мен басында қарсы болдым. Енді ұят болар, ертең бір теңгесі ары-бері болып қалса, ұят болып қалмасын деп. Бірақ шот ашуға барлық жер жабық болғаннан кейін, уақыттың өтіп кетіп жатқаннан кейін болды осы жағын. Осы бір болайыққа келдім ғой мен. Сосын менің астыма жазды ғой. Комментарий жазатындар көп қой. Біздің бағдарламаны көргендер бар ма? Сол көргендер бар. Сөйтеді жазады маған. Енді көп ұлтты мемлекетпіз ғой, біз неге Нұрлан, басқа ұлттың адамдары неге көмектеспейді, неге жазбайды деген бұл оқып қапты негізі. Сосын бұның енді жайлап бұларда айтпай, оң қолын берген, сол қолын көрмей қалсын деп жайлап жіберіп жатқан ғой. Сосын мен Шатылыққа айттым. Шатылық, бір болайық бағдарламасына барайық. Олай болмайды негізі. Қазіргі таңда, қазір техниканың дамыған заманы, сен ертең барайын деп жатсың, мысалы, апарайын деп жатсың. Мүмкіндік болса мен де ертіп кет. Мен де қалмай қойын. Барайын, мен де үлесімді қосайын. Қаншадан қосып отыр жұрттар. Мен де қосайын да, менің автокөлігімен барып қайта салайық. Мен апарып келейін сені. Сол жаққа деп келісіп отырмыз. Сол енді студенттер жинап отыр, тағы да бір 2 күн жинай тұрайын дейді. Сол жинап болғаннан кейін. Негізі біздің елімізде шын мәнінде жомарт, мейірімді жандар өте көп. Жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, зейнеткер кісілер бар, студенттер бар. Былай қарасаң өздеріне де жетпейді да негізі ақша. Бірақ соның өзінде 500 теңгесін болсын, 1000 теңгесін болсын жіберіп жатқан адамдар. 120 теңгеден лақтырып жатқандар бар да. Бірақ олар енді 120 теңге лақтырса да жүрегіммен лақтырдым деп азына жазып жатыр. Енді мысалға бүйтіп қарасаңыз, ол бір айтып келетін апат емес қой ол. Соның үшін ол сол кісілерге енді біреуі аяқ киімсіз жүр, біреуі анандай жүр, соған ала кетіңізші аға деп лақтырып жатқанды реттемей, соның бәрін дайындап, жинап, енді отчетын біткеннен кейін берерміз енді. Жоқ, мен үйреніп қалдым. Мен ол отчетты беремін. Мен міндетті түрде түсіремін да, кей кезде ойлайды ғой енді. Мысалы бізде бәленбай болды жұмыс жасамай жатқанымызға, енді бізді бал жеп жүр деп ойлайды ғой барлығы. Сол сөйтіп бізде де енді бала-шаға бар ғой деймін да, кей кезде көретін көзі бар, иіс сезетін мұрны бар, тамақ жей алады, аузы бар. Бізде мысалы 5-6 айдың көлемінде жатырмыз. Бізде достар арқылы. Достарымыз көп, сол достарымыз көмектесіп жатыр. Бірақ мен достарыма да айып жатырмын. Айналайындар-ау, мүмкіндіктерің бар ғой. Мүмкіндік болып тұрған кезде көмектесейік ана жаққа. Барайық енді. Ертең оңда бір сауал болады ғой. Соның барлығын айтып жүрген кезде осы Шатылық кездесіп қап, кеше маған айтқаннан кейін біраз ақша жинап қойдым дегеннен кейін ысырап болмасын. Мен басында бүйтіп те ойладым. Осы бір болайықтың жаңағыдегі волонтерлар сол жақта жүреді ғой. Мен алдында ойладым да, көп балаларға айтатын. Сол волонтерларға аудара салыңдар, сол кісілер біледі ғой. Анна мына жақтан айтсын, кімге беру керек екен. Барады апарып бере салады деген ойлар да болды. Енді Нұрлан мырза, біз әңгімемізді жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Біраз жақсы жаңалықтарыңыз бар екен. Ал құрметті көрермендер, экраннан алыс кетпеңіздер. Біз жарнамадан кейін ары қарай жалғастырамыз.
Эфирде бір болайық жобасы біз жалғастырамыз, және бүгін біздің студиямызға келген қонақтармен әңгімемізді жалғастырсақ. Бүгін бізде қонақта Нұрлан Еспанов ағамыз және Шатлық Құдайқұлов мырза. Жарнамаға дейін біз біраз әңгімемен бөліскен болатынбыз, жаңалықтарыңызды айтқан едіңіздер. Енді бүгін Нұрлан мырза біздің студиямызға екінші рет келіп отыр. Алдында Мақтаарал ауданына көмек туралы біраз әңгімелескен едік. Бір айтайын деген нәрсе, аға, енді сізбен бұрыннан бері таныспыз, доспыз, былайша айтқанда, қаншама сұхбаттарды жазып жатырмыз. Енді бұл бағдарламаға бір қатар әріптестеріңізді, әншілерді шақырған едік. Бір жақсы ойларыңызбен бөліссеңіз, қайырымдылық жайында жасап жатқан жұмыстарыңыз туралы айтсаңыз деп едік. Көп кісілер бас тартты. Неге десеңіз, бұлардың барлығы жасанды, сіздердің жасап жатқан дүниелеріңіз кішкене шындыққа ұласпайтын сияқты, көмек көрсетіп жатқан жандарыңыз өздеріңіздің таныстарыңыз шығар деп ой білдірген әншілер бар, кейбір кісілер, аттарын атамай қояқ. Осы тұрғыдан кішкене реніш мен жағынан өткені өзіңіз де көріп отырсыз. Алдында да эфирге келген кезде көрдіңіз, бізге хабарласатын кісілер шынайы, ешқандай жасанды актерлар емес, көмек сұраған жандар, өтініш қалдырып көмек сұрап жатқан отбасылар. Сол кісілердің қоңырауын жана қабылдап, оларға көмек көрсетіп жатырмыз қолымыздан келгенше. Сондықтан сізден де сұрайын дегенім, шынайы ғой, мен сізге ешқандай сценарий беріп қойған жоқпын. Осы кісіні қонаққа шақырыңыз, осындай ақша жұмсап жатыр екен, соны айтыңыз деп айтқызған жоқпын. Барлығы шынайы, шынымен де қарапайым, барлығы қайырымдылық жайында шынайы әңгіме ортада, Былай қойғанда, мен айтып отырмын ғой, мен бұл кісіні неге алып келдім? Менің өзімнің араласатын адамдарым көп та, негізі менің достарым көп, досы көп айтады ғой, жау болмас, тілі бар, дау болмас дейді. Сосын мен әртүрлі ұлтпен араласам, өзім орыстармен де араласам, менің грек достарым да бар, ұйғыр достарым да бар, өзбек достарым да бар. Сол менің астыма жазғаннан көреді ғой бұлар, басқа ұлт жоқ па, көмектесетін, көп ұлтты мемлекет емеспіз ба деп. Негізі менің әріптестерімнің көбісі, мысалы мына журналистерге ренжіп жүр қазір. Мына адамдармен, және қарапайым адамдармен негізі өнер адамдарын енді кішкене әйтеуір ұрыстырып, жәнелік арасына от салып деген сияқты көп әңгімелер жүріп жатыр. Енді ол кісілерді де сіздер түсініңіздер, ол кісілерге де ренжімеңіздер, ол кісілерге ренжуге болмайды. Қазір мына карантиннің уақытысы, кез келген адам кнопканың қай жерде екенін білетін болды ғой қазір. Сол енді адамдардың өзі ол кісілерді комментариймен жазып ренжітіп тастағанда, енді талап тастаған деп айтса, ол артық емес. Сол себепті мен неге келем? Мақұл айтсын енді. Айтсын, біздің енді жақсы жағымызды айтатын адам қалмады ғой қазір. Тек қана жаман жағымыз бастысы. Біз тек қана жарнама жасаймыз, жарнама жасақ та кінәліміз, жарнама жасамасақ та кінәліміз. Мысалы, жарнама жасаған адам ол шығып жатқан затқа жауапты емес қой негізі. Сол себепті мен Шатлықты қалай айтсам болады алып келген себебім де сол еді. Қазір оразаның уақытысы, аузымыз беріп бәріміздің. Содан кейін айттым, Шатлық, сен жәнедегі жинаған ақшаңды алып барайық. Болмаса жәнедегі үлесті мен айтып өткен болатынмын. Менің о жақта өткен неге кеп жатырмын десеңіздер, менің руластарым о жақтың барлығы. Мен өзім құлшығашпын. Ал менің руластарым барлығы сол жақта. Мақтааралда, Жетісай өңірде көп тұрады. Шардарада мысалы. Енді осы кішкене су басып жатқан ауылдың өзінде сол менің қандастарым көп, руластарым. Содан соң менің рулас ағаларым айтпай қойшы Нұреке, былай-ақ жіберейікші деп. Осы жақында тағы да келеді. Ол кезде де мен алып кеп қалуым мүмкін. Ол кезде білмеймін, енді ана кіргізбей қоймайтын шығарсың енді. Енді сонда да менің жаныма батқаны барынша түсіністікпен қарауға шақырып жатсыз ғой. Не де болса енді 15 жылға жуық қызмет жасап келе жатырмыз ғой осы салада. Өйтіп басқа біреу туралы артық әңгіме айтып, басқа біреу туралы жаңа өсек аяң таратып жүрген еш нәрсеміз жоқ. Бар болған сол шоу-бизнестің айналасындағы жаңалықтар. Бірақ енді осы бағдарламаға келген кезде тіпті ол туралы әңгіме мүлдем жоқ. Өзіңіз көріп отырсыз, тек қана қайырымдылық жағы. Бізге ренжитін, мысалы, өзімді айтатын болсам да, сіздің әріптестеріңіз тура маған ренжитіндей, мен оларға не істеп қойыппын деймін да, қайта керісінше келіп, үлгі өнеге болып, өзіңіз сияқты, жарнама емес бұл жерде. Үлгі өнеге болып, бір ауыз сөз айтса, қарапайым, мысалы, адамдармен қатар өнер адамдары да келіп, осындай бір жақсы әрекет жасап жатырмыз, қолдан келгенше көмектесіп жатырмыз десе де болады ғой. Мысалы, сол әріптестеріңізге бір ауыз сөз айтыңызшы, бір жақсы жағын көрсеткіміз келсе де жаман болды. Анна, сен бүйтіп айтсай, мен бәрін шақырам, Нұрлан аға ғана өзі келеді. Нұрлан аға енді звондайын деп атсам, ол кісінің өзі хабарласып тұрады. Жолда келе атама, мен келе жатырмын, жақындап қалдым деп, қазір мен кірем, Анна дайын тұр, бояуың дайын деп бер деп. Неге келіп айтпасқа деймін да?
мынау айтады ғой, біз әрдайым енді сөздің шыны керек, бәрін бояп, әсемдеп, енді көрікті қылып алып келеміз ғой жалпы. Мен өзім мынандай адаммын да, өзім енді көзім жетпесе, ана бұл жаққа алып келмеймін. Негізі мен айтып жатырмын ғой, міне, қайырымдылық жасайын деген азамат, Құдай құлып, шатлық. Менің жай ғана бұған деген үлесім, мен де қосылайын деп жатырмын, бірақ айттым, жүр мен көрсетейін. Қай жерде айтып жатқан, ауылды бұл кісілер енді біле білмейді, енді қалай айтсақ болады, ауылды біле білмейді, бұрын соңында бұл кісілер ол жаққа бармаған ғой, бірақ енді мен айтып жатырмын, мен апарайын, мен білем ол жақта деп. Мен де бұл бағдарламаға келмес едім, өйткені оң қолың берген соң қол білмесін деп айтады. Біз көп көмектестік, көп жерге көмектесеміз, бірақ айтпаймыз, ұят шығар, енді бір бергеніміз айтқан ұят шығар деп айтпағанбыз. Соны Нұрлан аға айтады да, сіздер айтпасаңыздар болмайды осыны. Мысалға осы Мақтарлы ауылына Долқынтай Абдықилі деген ағамыз 11 миллион бөлді. Ағамыз 11 миллион бөлінді. Одан мынау неде Арыста болған жағдайда осы Югорский культурный центр, Алматы культурный центр екеуі бөліп 11 миллионнан бөліп тоже көмектесіп, үй құралдарын, материалны помощьпен бәрімен көмектесті. Енді мысалға осы тағы бір апамыз бар, Гүлжахан Мұратовна деген зейнеткер апа, өз 80-нен асып кетті. Бірақ осы уақытқа дейін 24 үй көп бала аналарға 24 үй беріп жатыр. Осы 25-ші үйін берем деген кезде мынау карантин басталды, бірақ елдер қиналмасын деп 3 миллион Жаркент ауылына, Талдықорған районына 3 миллионға продукты жіберді. Ұйғыр ауданына 2 миллионға продукты жіберді. Алматы қаласына почти 3 миллионға дейін қаражат жұмсап, көмектесіп жатыр. Техноград деген компания бар, техникамен жұмыс істейтін. Ол кісілер бүкіл мектептерге, өзіміз осы ауыл жақтағы мектептердің бәрін компьютермен, оқу білімді керек нәрселермен олар қамтамасыз етіп жатыр. Енді базар, үміт базары, тағы Ниет спорт школы, Бахар спорт школы, тағда Нұр спорт школы деген балаларымыз бол. Енді ол жігіттер бізге көмектесіп, чтобы давай беріңдер, сенімді адам, танимыз шатлықты, көмектесіңдер, қолдаңдар деп, ол кісілердің айтуыменен біз енді солардың несі болып келіп, енді менен үлкен адам келу керек негіз берге. Бірақ Нұреке, жоқ шәке өзің барасын, бармасаңыз болмайды. Айтыңыздар, қашанға дейін айтпайсыздар. Енді біз Алланың бір Алла білсе болды деп істеп атқан жұмыстарды енді ол кісілер жоқ, көрсетіп айтайық, көрсін енді. Кішкене біреуге үлге бола ма екен, біреу көрсе тоже сондай жұмыс істей ме екен деген мақсатпен ақ келіп отырмыз. Біздің де басты бағдарламамыздың мақсаты сол, осындай карантин жағдайында қиын сәтке, қиын жағдайға тап болған отбасыларға көмектесу. Өзіңіз білесіз, эфир барысында бірнеше қоңырауды қабылдаймыз. Біз дереу біздің волонтерлар жетіп барады. Енді біздің қолымыздан келетіні осы ғана. Сондықтан бізге хабарласқан Сандуғаш есімді көрерменіміз өзінің жағдайын түсіндірген еді. Жұмыссыз қалған. Енді қазір карантинде көп мекемелер жабылып қалды, базар жұмыс жасамайды. Бізден көмек сұраған еді. Біздің волонтерлар жетіпті, байланысқа шығып көрейік. Кәне, байланысқа шығып көрейік. Олжас ау дейме? Олжас, қалайсыз? Саламатсыз ба? Сізді күнде көріп, көзайым болып, жеттіңіздер ма? Иә, мен сөйлеп жатырмыз қазір, кірейін деп жатырмыз. Сандуғаш есімді көрерменіміз көмек сұраған екен бізден. Біз енді қолдан келгенше көмегімізді жібердік. Саламатсыз ба? Ентік арнасынан бір болай бағдарламасынан қалайсыз? Рахмет. Көрдіңіз ба, біздің қыз жігіттер жетті дереу сізге. Жаңа ғана көңіліңіз босап отыр еді, кішкене де болса сіздің көңіл күйіңізді көтердік па? Аха. Рахмет, көп. Енді бүгін біздің студиямызға Нұрлан Еспанов ағамыз келіп отыр. Бұл кісі де қайырымдылықпен айналысып жатыр. Жанында Шатлық деген мырза отыр. Ол кісі де барлық мұқтаж жандарға көмек көрсетіп жатыр, қолдан аямай. Сондықтан Нұрлан аға, өзіңізде бір ауыз сөз айтсаңыз. Аман болыңыздар. Құдай қаласа әйтеуір қолдан келгенше көмектесеміз. Мынау айтып жатыр ғой, қазір енді басты бізде мәселе мынау төтенше жағдай Мақтааралда болып жатыр ғой. Сол Мақтааралға барып жатырмыз. Бірақ енді жыламаңыз енді сіз. Ойбай, бізде де ана бар кішкене, бізде де бала шаға бар. Көңілді босатып жібердіңіз ғой сіз біздің де. Мынау енді кей кезде көрдіңіздер ғой, мынандайдан кейін қалай комментарий жазасын. Біреу кеше жазып жіберіпті маған. Нұреке, барып жатсыздар ма? Нұреке, көмектесіп жатсыздар ма деп. Біз көмекке дайынбыз ғой, қол ұшын беруге. Кішкене әйтеуір жомарттың қолын жоқ байлайды деп, бірақ барынша тырысып жатырмыз. Сіз жыламаңыз енді.
Құдай қаласа шама шаттығымыз келгенше, осы карантин біткеннен кейін біз де сізге бір жақсы бір сый құрмет көрсетеміз. Сыйлық алып береміз. Мынау бала шағаңыз бар екен. Түсінеміз, барлығы онлайн оқып жатыр қазір. Кішкене сіздерге қиындау, карантин уақытында үйдесіздер, жұмыс жоқ. Оның барлығын біліп отырмыз негізі. Бірақ іште сақтап, не істейміз енді? Қиындасып кетті кішкене. Квартира жағыны кішкене қысылып тұр екен, Шаттық мырза, енді сізге кішкене өтініш жасасақ. Иә. Мүмкін сіздің де мейірімді, жомарт жандар бар шығар, достарыңыз бар шығар, иә? Шаттық мырза, өзіңіз де бір ауыз сөз айтсаңыз, біз бұл кісі жолдасы жоқ, жалғыз қызы бар, жұмыссыз қалған екен. Қай жерде тұрады екен? Пәтерге төлейтін ақшасы болмай жатыр. Қай жерде тұрады? Сөйлесеңіз. Саламатсыз ба? Думанда тұрамын. Жыламаңыз, сабыр сақтаңыз. Еліңіз бар, жұртыңыз бар. Қазақстан кең. Жыламаңыз, мына ана қыз адресіңізді аламыз. Біз 2 айлық квартираңызды біз осы бауырлар атынан мен өзім төлеп берен. Ертең Құдай бұйырса үйіңізге жетем. Осы біз барымыз бағдарламасы арқылы мен 2 айлық квартираңызға мен уәде берем. Сол сөйтейікші, біз сөйтейікші, сіз қиналып жатыр екен, сіздер қиналып жатыр екенсіздер, бала шағыңыз бар екен, кішкене әйтеуір. Жыламаңыз, неге жылайсыз? Болды, ондай шілей, ондай заман емес қой енді. Мынау Шаттылық бауырым 2 айдан төлеп берем деді сізге. Мынау енді қыздарға хабарлассаңыз, айтыңызшы, кішкене номерін айтыңызшы карточкаңыздың. Мынау Шаттылық өзі. Біздің Сандуғаш ханым, сізбен әлі де біз байланысқа шығатын боламыз, көрдіңіз ба? Біз барынша қолдан келгенше сізге көмек көрсетуге тырысып жатырмыз. Қасыңызда сұп-сұлу қызыңыз бар. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз, сіз жалғыз емессіз. Біздің жігіттер азық-түлік апарып берсе, бүгін студияға келген біздің Шаттылық мырза мен Нұрлан ағамыз да көмек көрсетіп жатыр сізге дәл қазір. Сондықтан мейірімді жандар өте көп, сізбен байланысқа әлі де шығатын боламыз. Уайымдамаңыз, ең бастысы жыламаңыз. Жыламаңыз. Рахмет екен. Рахмет, Олжас, сізге де көп рахмет. Енді өздеріңіз көрдіңіздер, бізге ондай отбасылар, әсіресе жалғыз қалған аналар өте көп хабарласады. Осындай белсенділік танытып, өзіңіз келіп, шын жүректен, шын ниетпен өтеп берем деп айтып жатсыз ғой. Жоқ, 2 айдан төлеп берсін. Бізге битетті мысалы. Көбісі, мысалы біз оң қолын берген сол қолын көрмей қалсын дейді ғой, негіз біз көрсетпей жасай беретінбіз. Көріп отырсыздар ғой, қай жерде болса бірінші жұлдыздар барады. Жұлдыздар демей қой, танымал азаматтар барады да, барады. Барлығы бізге хабарласады. Нұреке, мынаны қалай қыламыз? Кеше карантиннің уақытысында қайырымдылық жасадық мысалы. Мен біріншісін жәлі, екіншісін жәлі көрсетпей қойшы, түсірмей қойшы деп. Комментарий келе береді, біреу жазып жіберіпті. Нұрлан аға, мен сізді жек көремін деп, сіз сөйлемей қойшы деп. Сен мені жақсы көру үшін не істеуім керек деп жазып берсем, оған не істеуім керек деп, білмеймін деп жазып жіберіпті астына. Сол сияқты нәрсе ғой. Бізді мысалы осындайдан көрмегеннен кейін, қайырымдылықтан көрмегеннен кейін біз туралы жаман ойлай береді да. Бізді құбыжық, ойбай осы әншілердің барлығы осындай екен деп. Жай ғана енді кей кезде біз енді көрермендерге бір сурет салып жатсақ та, өзіміздің бір кішкене жетістігіміз салып жатсақ та, әйтеуір мақтаншақтар анау мынау деп жатады. Енді міне Шаттылыққа мен айттым. Шаттылық жүрш, Аннаға барайық. Енді кішкене бүгін күн ертеңгі тарих қой, кішкене түсіріп алсын, көрсін енді деп. Мінеки Шаттылықты алып келгенім қандай жақсы болды. Ана кісінің 2 айының пәтерінің шаруасы шешілді. Мен енді кішкене жылағаннан кейін қимай отырмын ол кісінің көз жасын. Біз міндетті түрде жасаймыз. Телефонын бізге беріңіздерші. Сізге де хабарласатын, көмек сұрайтын жандар көп шығар. Иә? Менде сол основной инвалид бала жігіттер, ДЦП деп қоямыз ғой. Бірақ аяқ қолы сау, мысалға звондай алатын, сөйлей алатын балалар, қашан жинайсыз, қашан бір той жасап бересіз, қашан отырамыз, қашан билейміз аға деп сұрап отырады. Одан кейін осы квартира жайлы, квартира төлемей жатыр едік, дәрі-дәрмек алмай жатыр едік, осыған қалайсыздар дейді. Енді өзімде болса, тойдан қайтқанда беріп келем. Если өзімде жоқ болса, достарым бар, бауырларым бар, одан кейін жақсы жомарт адамдар көп. Сол жаңағы Тілек Баудиныш деген ағамыз бар, депутат. Гүлжахан Мұратына бар, Билал Ошуров деген ағаларымыз бар. Жаңағыдай күлтүрін центрлер бар. Әйтеуір біреуінің кіріп қасына, әйтеуір жалынсақ та, сұрасақ та, сол кісілерге алып беруді тырысамыз енді. Мен енді мына кісіге бүгін барып тағы бауырларыммен тағы сөйлесем ағайындармен, может материальный помощьпен тағы да мынау продуктымен ғана неғып қалмай, тағы мынау үйдің күнін тағы да продуктыменен бүгін ертең 1-2 күнде жетіп сізге
результатын айтамыз, Құдай бұйырса. Көп рахмет. түсіріп міндетті түрде жібереміз. Бір болайық бағдарламасына мінекей келдік, Анна мына кісінің үйіне 2 ай төлеп бердік деп барлығын отчетін береміз. Бірақ енді қарапайым халыққа айтамын да, жаман пікір жаза бермеңіздерші. Менің де үйде анам бар да, негізі 72-дегі. Ол кісі міндетті түрде оқып отырады, осы Аннаны барлығын Инстаграм желісінде отырады да, осы кім бар жұлдыздардан. Осы жаман комментарий келсе, ол жүрегі ауырып қалады да. Барлығыңыздың аналарыңыз бар ғой. Осы жаман комментарий жазғандардың ішіне кірем, қарап тұрсам барлығының бала шағасы бар, анасы бар адамдарда неге жазды екен деп ойланып кешіріп қоя саламын да мен. Сол себепті айтатыным ғой енді. Міне, көріп тұрсыздар ғой. Сіздер жаман комментарий жазғаннан гөрі осындай кісілерге көмектесіңіздер. Біргейік бәріміз. Иә, біргейік барлығымыз. Бізге хабарласыңыздар. Мысалы, ұсыныс тастап көріңіздер. Біз де қолдаймыз, мүмкін бірге барамыз. Сол себепті сіздерге айтатын біз құбыжық емеспіз ғой. Жалпы енді қазір әншілердің барлығының жарнамасы нашар болып кетті ғой. Сол себепті енді бір артық кеткен жерлеріміз болса, бізде кешірім сұраймыз сіздерден. Кемшілігіміз болса да кешірім сұраймыз. Сол себепті енді осындай бағдарламаға келіп, осы шаттылықты алып келіп, осындай кісілерге көмектесуге біз әрдайым асығамыз. Енді әңгімемізді тағы да жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы күн дейміз және бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Эфирде мен, Анна Данченко, біз сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз және 2 сағат барысында біз бірқатар қоңырауларды қабылдап үлгердік. Әлі де бізге хабарласатын көрермен аз емес. Ал біз енді қолдан келгенше көмек көрсетуге тырысып жатырмыз. Біздің волонтерларымыз дайын отыр. Кім хабарласады, сол кісінің мекен-жайына қолымыздан келгенше көмекті жібереміз. Дәл қазір жігіттер айтып жатыр екен, менің көмекшілерім, көмек сұраған көрерменіміз бар екен, байланысқа шығып көрсек. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай, амансыз ба? Жақсы. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз, есіміңіз? Менің есімім Нұргүл, Алматы қаласында тұрамын. Өте қуаныштымыз, осындай жағдай. Екі ұлым бар, жалғыз. Жұмыссыз қалдыңыз ба? Иә, қазіргі таңда карантинде үйде отырмын. Карантинге дейін қай жерде қызмет еттіңіз? Жалдамалы жұмыста ыдыс жуатын техничка. Иә, енді жаңа 2 балам бар деп айттыңыз. Үшеуіңіз тұрасыздар ма, жоқ әлде бауырларыңыз бар ма жаныңызда? Қазір сыртта жүр, үшеуміз тұрамыз. Пәтерді жалдап тұрасыз ба? Иә, жалдап тұрамыз. Ұлдарыңыз нешеде? Кішім 10-да, үлкенім 12-де. Енді жеке сұрақ қойғаным үшін кешірім сұраймын, алдын ала жолдасыңыз? Жоқ, жолдасым жоқ, ажырасып кеткем. Бірақ ол кісі бар ғой, иә? Көзі тірі? Бар, бірақ көмектеспей. Көмектеспей ма сонда? Кішкентайымды көрмеген, даже екіншімді. Әлі күнге дейін хабар жоқ, хабарласпайды, қал жағдайын сұрамайды. Сонда көрмеген ба осы уақыт аралығында ұлдарын? Жоқ, көрмеген кішкентай. Ал сол кісінің туған туыстары, бауырлары, ата-аналары көргісі келмей ма сонда? Ешқайсысымен сөйлеспеймін, бір рет хабарласқам алдында алимент жайында. Иә. Содан кейін білгенімді істе деді, болды, басқа ештеңе деген жоқ. Осылай үшеуміз, мен жұмыс істеймін, бала шағамды бағам, күнделікті табысыма, наныма кетеді, квартирама жинаймын, бірте-бірте солай күнім келіп жатыр. Сонда ұлдардан бас тартты ма, сіз сотқа жүгінбедіңіз ба? Қандай да болса көмек көрсету керек қой, енді жауапкершілік болу керек. Ер азамат болғаннан кейін, әкелері болғаннан кейін. Енді өзі біліп, бұлай көмек бермегеннен кейін мен жүгінбеді емес, жүгіндім, бірақ көбінесе адвокат жалдамалы жалдайсыз деді, оған ақша керек болды. Ол менің табысыма, күнделікті табысыма, наныма кетеді, тамағыма кетеді. Пәтер ақым бар. Қазіргі пәтер ақым мысалы, хозяйкамда ұрсып, шатақ шығарады сәл енді. Кешіктірмеймін де уәде бергем алдында. Бірақ енді ол кісіде түсіністікпен қарау керек шығар қазір. Жұмыссыз қалғаннан кейін мысалы, қалай төлейсіз? Жұмыс жоқ болғаннан кейін кішкене уақытын созып, келсе алмадыңыздар ма ол жағын? Түсіндірем ол кісіге, бірақ
ол кісіні де түсінуге болады, бірақ алдында бір рет қатты балдардың көзінше ұрысып кетті. Тауып бер, мен саған Мать Тереза емеспін, барасың ба өкіметтің квартирасына барып тұр деп. Мен қолдан келген бар болса берем ғой. Әрине, біз сізді түсініп тұрмыз. Өзіңіз сияқты жалдамалы пәтерде тұратын, жұмыссыз қалған отбасылар өте көп. Бірақ енді уайымға салмаңыз, уайымдамаңыз. Біз қазір волонтерларды сізге қарай жіберетін боламыз. Азық түлігіміз бұйырса жетеді, ал енді біздің арнамызға хабарласатын көрермендеріміз де жоқ емес. Мүмкін сол кісілердің арасынан сізге ақшалай көмектесетін жандар да болатын шығар. Нұргүл ханым, сізбен байланысқа шығуға тырысамыз қазір эфиріміз аяқталғанша. Жарайды, рахмет. Рахмет үлкен, рахмет. Көрермендердің есіне салып өтейін, біздің арнайы телефонымыз бар, номеріміз жұмыс жасап жатыр. Егер сіз Нұргүл ханымға көмек көрсеткілеріңіз келсе, ақшалай болсын, киім-кешек, кез келген көмекке біз дайынбыз, күтеміз. Көмектеріңіз қажет. Міндетті түрде бізге хабарласыңыздар, біз Нұргүл ханыммен сізді байланыстыратын боламыз. Бірақ ол номерге ешқандай есеп шот тіркелмеген, сондықтан ақша жібермеулеріңізді сұраймыз. Енді көріп тұрсыз ғой, қыз келіншектер енді былайша хабарласпайды ғой, қиналмаса. Енді қиналғаннан кейін хабарласып жатыр ғой енді. Ешкім қазір енді түрін жарнамалағысы келмейді ғой. Жалпы қыз келіншектерге қиын енді. Өзімізде де ана болғаннан кейін, өзімізде де бала шаға болғаннан кейін біз енді кішкене уайымдаймыз ғой. Сол себепті қараймын да енді. Мынау енді Құдай қаласа деп айтайық, мынау тағы да осы 2 күннің көлемінде Анна тағы да бір хабар келейін деп тұр маған. Ағаларымыз айтып жатыр, Нұреке тағы да бір кішкене зат жіберсек. Қай жаққа қарай? Сол Мақтаралға қарай дейді. Сосын мен ағам айттым да, негізі Мақтаралға жіберетін болсаңыздар, міндетті түрде түсірейік дедім да. Бір болайыққа көрсетіп, жаңағыдай сіздер кетіп баратқан. Нұреке, біз түсірмейік қой, өзің түссең осы жолды түсе берші дейді да. Мен айттым, енді көрсетейік те енді. Қарасында кішкене барсын о зат. Ертең бұны түсіріп жатқанымыз мақтанып жатқан жоқпыз негізі. Шын мәнінде сол зат барды ма, барған жоқ па? Ертең о жақта да біз түсіретін балалар қойып қойсақ, сіздерге кішкене отчет берсек, есеп берсек, барды деп. Оны бұл жерден көрсетіп не істейміз біз? Сол себепті өткенде айтқан болатын, мен белгілі бір себептермен бара алмаймын. Ол кетеді деп. Мен түсіріп жібердім бәрін, міне кетті деп. 4 газель кетті менің інілерімнен. Олар өздері газельдерін жинап қойып, және акция жүргізіп, адамдар әйтеуір барынша осы бір болайықтан естіген, о жаққа жейтін тамақ бар о жақта. Тек қана мынау көрпеше, киетін киім болса деген екен, көбінесе сол киімге көңіл бөлді, ол кісілер жаңағыдегі көрпе төсекке көңіл бөлді. Сол себепті мен де шатылық қайып жатырмын. Тек қана былай ақшалай апарайық. Бүгін ақшалай керек шығар. Ақшалай конвертке салып, таратып берсек, солай абзал бола ма деген ойым болып тұр. Енді жаңа бізге хабарласып жатқан көрермен қайтадан сезімге ерік беріп, қиналып жатыр екен, жолдасы көмектеспейді екен. Осы тұрғыдан сіз өзіңіз ер азамат ретінде сол кісілер жайында не айтасыз? Кішкене болса жауапкершілік болу керек, е? Енді еркек болғаннан кейін мейлі 5 рет үйлен, мейлі 6 рет үйлен. Енді бұл кісі 2 баламен деп тұр. Ол 2 бала оқи ма, оқымай ма, енді бір Алла тағала біледі. Егер оқытып жатқан болса, ол ана енді действительно ол темір ана да, ол өзі мысалға нанға ақша тауып келеді, 2 бала мектептен келеді. Оларға жақсы тамақ бермесең, қазір сотып телефон алып бермесең, олар телефонда отырмаса да, қазір мынау дамыған заманда ол баланың да миысы қатып қалады қазіргі заманда. Соның үшін енді ол меніңше азаматтарға айтатын, жігіттерге айтатын, еркектерге ойнайтын, күлетін уақыт, ақша табылады екен. Бірақ бала шағаның рызқысын алып қалуға болмайды екен да. Амал болса бірінші өзінің рызқысын беріп тастап, одан кейін қанша ойнасақ та бізді звондап іздемейді ғой ешкім. Еркектер бізді іздемейді де. Біз мысалы түнімен күнімен көшеде жүреміз, сол тойда жүреміз, қайырымдылықта жүреміз, кетіп қаламыз, апталап келмейміз. Бірақ бізді әйел кісілер іздемейді, үйдегілер, келіншектер. Неге десеңіз, біледі ол кісілер біз солмен жүргізіп. Бірақ үйде тамағымыз, холодильнигіміз толғаннан кейін олар іздегенде не істейді бізді? Өзіңіз сияқты ер азаматтар көп болса екен дейміз. Бүгін біздің студиямызға келгендеріңізге көп рахмет. Игі істеріңіз көп бола берсін. Көптеген отбасыларға көмектесіп жатыр екенсіздер. Оңынан бола берсін. Сіздей ер азаматтар елімізде көп болсын деп тілейміз. Мінекей бүгін жұма мүбәрак болсын, қасиетті жұма. Барлық дұға тілектеріңіз қабыл болсын, ораза қабыл болсын дейміз. Рамазан айы осындай бір жақсылығымен келсе екен барлық отбасыға деп тілеп отырмыз. Және осы тұрғыдан біздің құрметті көрермендер, сіздерге де көп рахмет. Хабарласып жатыр екенсіздер, көмектесіп жатыр екенсіздер. Бар болыңыздар, бай болыңыздар, сау болыңыздар, бір болайық.